Сұмдық хабар, су басып кетті. Егер видеороликтен толығырақ мәлімет алуды қаласаңыз, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бір дана лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда бастадық. Алматы облысында Ақөзек ауылын су басты. Бұл туралы өңірлік төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметі мәлім етті. 2023 жылғы 5 наурыз күні сағат 18:46-да Алматы облысы төтенше жағдайлар департаменті Шеңгелді ауылдық округінің Ақөзек ауылында температураның жоғарылауына және Ақөзек ауылының солтүстік бөлігінен құрғақ арна арқылы таулардың баурайынан еріген судың түсуіне байланысты қардың қарқынды еріді. Соның салдарынан Қонаев қаласы Ақөзек ауылынан оңтүстікке қарай құрғақ арнадағы су деңгейі көтеріліп, құбырлар өткелдер кіретін су көлеміне төтеп бере алмады. Сол себепті көшелер мен 6 жеке тұрғын үйдің ауласын су басы делінген хабарламада. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар.